Түркістан облысының оқушылары үшін тағы бір келешек мектебінде қоңырау соғылып, шәкірт жаңа білім ұясының табалдырығын аттады. Енді 300-ден аса оқушы су жаңа ғимаратта білім алады. Бұл ұлттық жоба аясында ашылған Төле би ауданындағы 3-ші мектеп. Нұрғаным Әнуарбек келешек мектебінің алғашқы алтын белгі иегері атануы мүмкін. 11-ші сынып оқушысы биыл екінді жалпы орта мектебінен Қосағаштағы жаңа білім ұясына ауысып келген. Себебі мұнда жүйелі әрі терең білім алуға барлық жағдай жасалған. Бізге жасап берген жағдайға байланысты бізде болашақта жақсы білім аламыз және жақсы нәтиже көрсетеміз деген үміттемін. Осы 11-ші сынып болып аяқтап, осы мектепте ең алғашқы 11-ші сынып болып, ұбт-дан да жақсы нәтиже көрсетеміз деп сенемін. Бізге беріп жатқан мүмкіндіктердің барлығын жақсы жағынан пайдалануға тырысамыз. Заманауи үлгідегі мектепте кең әрі жарық сыныптар, пәндік және зертханалық кабинеттер, интерактивті тақталар, робототехника және IT сыныптары, компьютерлік кабинеттер, түрлі үйірме бөлмелері мен оқу залдары қарастырылған. Спортты серік еткендерге үлкен жаттығу залы және бар. Тіпті талаптанған жастардың алды бірнеше үйірмеге жазылып, алғашқы дәрістерін бастап кеткен. Ауылдардағы білім беру сапасын арттыру бойынша жобадан басталған. Енді бүгінгі мектебіміз сапасы бойынша енді оң баға береміз. Құзыретті органдардың барлығы келіп тексеріп алды. Дегенмен енді мына пайдалану барысында жаңағы шығатын бір кемшіліктер болса, мердігердің 5 жылға дейін жаңағы гарантийный өзінің мерзімі бар. Сол бойынша жұмыстарды жасатамыз. Шалғайдан келетін оқушыларды мұнда арнайы автобус тасымалдайды. 2 гектардай аумақталып жатқан ғимарат бейне бақылау, өртке қарсы заманауи жүйелермен толық жабдықталған. Айта кетейік, президенттің тапсырмасына сәйкес жүзеге асырылып жатқан келешек мектептері жобасы аясында Төле би ауданында бұған дейін 600 және 900 орындық 2 жаңа мектеп пайдалануға берілген. Жұлдыз Шалқарбек, Нұрсұлтан Ескендір, Түркістан 24.